Бәріңізге сәлем достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге қалай телефонға пароль құру керек екенін айтатын боламын. Кейбіреулері біледі қалай телефонға пароль құру керек екенін, ал кейбіреулері білмейді. Сол білмейтін пароль құруды білмейтін адамдарға арналған видео. Ол үшін біз настройкаға кіреміз. Бұл Samsung телефондарда ғана болады. Немесе басқа да телефондарда болуы мүмкін, білмеймін енді. Көріңіздер. Тип блокировки экрана дегенді басамыз. Мен негізі паролім осындай. Егер сіз парольді буквамен қалғыңыз келсе, мысалда былай пароль мама деп пароль құрсаңыз болады, немесе басқа да құрсаңыз болады. Өздеріңіз 4 әріпті әйтеуір. И маған бүйтіп сондай буквамен қойған ұнамайды, сондықтан да мен рисункпен қоямын. Бірінші, міне екінші тұрған рисунк дегенді басамыз. Потом өзің ойдан бір пароль құрасың, мысалда былай. Ыңғайлы маған. Өстіп қойсаңыздар болады. И потом парольдарыңыз сондай болып тұрады. Немесе кейбірлер пин-кодпен құрғылар келеді. Міне. Көчім, білмеймін, пин-кодпен қалай құру керек екен. Енді пин-кодпен құрғыларыңыз келсе, пин-код дегенді басасыздар, потом құрасыздар. Көчім, мен рисункпен құрдым паролімді былай қылып. Осы сіздерге менің кеңесім ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, тіркеліп, оның қасындағы қоңыраушыны басып кетіңіздер. Және де міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Бәріңізге сау-сау.